20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ірі тұлғасы, аса көрнекті ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы 28 қазанда қазіргі Көкшетау облысының Қызылту ауданында туған. 2 жасында шешеден жетім қалған Сұлтанмахмұттың балалық шағы Баянауылда өтеді. Әкесі Шоқпот ұлына өзі арабша хат танытып сауатын ашқан. Ауыл молдасы Мұқаннан дәріс үйреніп, сол кісінің өнегесімен 13 жасынан өлең әңгімелер жаза бастады. Сұлтанмахмұт қалада оқуын әрі қарай жалғастыруды армандайды. 1912 жылы Троицкідегі медресеге оқуға түседі. Оқуға түстім, енді бар арманыма жетемін, халқыма ай емес күн боламын деп шаттанған ақын «Шәкірт ойы» деген өлеңін жазады. Әйтсе де Сұлтанмахмұт бұл медреседе көп оқи алмайды. Денсаулығына байланысты тастап кетуге мәжбүр болады. 1912-1913 жылдары ол емделе жүріп жұмыс істейді. Сұлтанмахмұт өмір шындығын көркем бейнелей келе, қазақ өлеңінің мазмұнын кеңейтті, сырға толы лирикалық жырлар туындатты. Көптеген әңгіме, очерктер, әдеби сын мақалалар жазды. Ол 2 роман, Қамар сұлу, кім жазыптан жазып, таныстыру, адасқан өмір, кедей, айтыс секілді 4 поэмасын жариялады. Торайғыров Қамар сұлуда әйел теңсіздігі мәселесін көтере отырып, дәуір шындығын әлеуметтік тұрғыда талдаса, кім жазықты романында ауыл өмірінің шындығын жан-жақты суреттей келе, қазақ халқының шаруашылық тұрғыда дамымағанын, талапсыздық пен шаруаға қырсыздықты, жалқаулықты, алауыздықты сынады. Сұлтанмахмұт Торайғыров поэма жанрын жаңарынада дамытты. Ол сюжетсіз поэмаларында өмірдегі сан түрлі мәселелерді кеңінен қамтып, өршіл ой түйіндерін бүкпестен, өткір де ашық насихаттауға тырысты. Өршіл жалынды ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров небәрі 27 жыл ғана қысқа ғұмыр кешсе де артына өлмес мұра қалдырған тұлға. Ақынның өмір мен шығармашылық жолы туралы мағлұматты келесі бейнероликтен көре аласыздар. Қара түнекті күннің сәулесіндей жарып шығып, жырдан нұр шашқан, алайда ғұмыры жұлдыздай жарқ етіп, шоқ болып сөнген бір туар жыр сұлтаны Сұлтанмахмұт Торайғыр тегі. Дархандарын 27 жыл ғана ғұмыр кешіп, қазақ әдебиетінің көгінде аз уақыт жарқырап тұрса да, руханиятқа мәңгілік әдеби асыл қазына қалдырды. Ақын 16 жасында жан қайда ақиқатты іздейтұғын, адамшылық атақты көздейтұғын, тірлікпен өлген күнді бірдей ойлап, 2 жайдан күдерді үзбейтұғын деп күрсінді. Бұл Сұлтанмахмұттың өмір бойы жауабын іздеген салмағы ауыр сауалы. Өмірінің кредасы білім алу, халқына қызмет етіп, күн болудың жолында тұрмыстың барлық тауқыметіне төтеп бергені ақынның өз қолымен жазған мына хатынан анық көрінеді. Жұмасына 2 ғана обед етем, құр шай мен нан. Киім алғаным жоқ, киноға, вечерлерге бір мәрте болсын барғаным жоқ. Күні түні айналдырған ала қағаздың беті. Халім осы. Сонда да қайғырмаймын. Бір тиыным қалған шоқимын. Содан сон тұрмыс қандай жүк салса да көтерем. Бірақ көңілім оқуда болмақ. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Жалған дүниеге таң қалуға емес, таң қалдыруға келген тың құбылыс Сұлтанмахмұттың тағдыры әу бастан оңай болмады. Бесіктен белі шықпай, жетімдіктің де, жоқшылықтың да, дерттің де зардабын тартты. Ел ішінде Шоқпыт атанған әкесі Әубәкір Баянауылдан Көкшетауға жездесі Әнәпияны сағалап қоныс аударады, бірақ одан бүйірі қампаймайды. Жездесінің жылқысын бағады. Сол жақта жүріп, Зүлпен атты арумен танысады. Екеуі бас қосқан соң, Сұлтанмахмұт 2 жылдан соң Бәшен атты перзенттері дүниеге келеді. Алайда Зүлпен 27 жасында көз жұмады. Осыдан соң Шоқпыт ата қонысы Торайғыр би ауылына қайта көшіп келеді. Көңілі кеткен орысша оқуға түсуге талпынады. Алайда жасының 20-ға келгенін, әрі қаржысының жоқтығын білген орыс мектебінің басшылары оны қабылдамайды. Шығамын тірі болсам адам болып атты өлеңі осы кезеңде дүниеге келді. Бұл өлеңді ақын өзінің ұстазы Нұрғалиға арнап, досы Шайбай Аймановқа хат арқылы жолдаған. Жырдағы лирикалық қаһарман ақынның өз тұлғасы, арманы мен мақсаты. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып.
Орысша оқуға қаражат жинаймын деген Сұлтанмахмұт Троицк маңындағы ауылдарға бала оқытуға шығады. Күзге салым қайтып келіп, Айқап журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасады. 1914 жылы ақын жазда туған елі Баянауылға оралады. Ел ішінде мәдени ағарту жұмысын жүргізетін Шоң серіктестігі ұйымын ашпақ болғанмен ісі жүзеге аспады. Осы жылы орысша білім іздеп Семейге барған Торайғыров діттеген оқуына түсе алмай, біраз дағдарысқа ұшырайды. Бала кезіндегі өкпе дертіне қоса көз ауруына да шалдығады. Дәрігерлер оқуға үзілді-кесілді тыйым салады.